Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз Ботай мәдениеті. Екінші сабақ. Естеріңізде болса, өткенде мен сіздерге айтқан едім, осы тақырып бізге 2 сағатқа берілген деп. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алайық. Ботай мәдениеті, екінші сабақ. Зерттеу сұрағы: не себепті ботайлықтарды жылқының алғашқы қолға үйретушілері деп атаған? Сабақтың мақсаты бізде өзгерген жоқ. Археологиялық олжалар арқылы ботайлықтар кәсібін сипаттау, ботай мәдениетінің ерекшеліктерін саралау. Ең алдымен балалар біз білімнің сайтын пайдаланып, өткенде көрген бейне жазбамызды тағы бір рет мұқият көріп алайық. Содан кейін тапсырма орындайтын боласыздар. Ботай мәдениеті қай кезеңнің тұрағы? Ботай мәдениетінен қандай заттар табылды? Ботай қонысында жылқы малының сүйектері өте көп табылыпты. Бұл неге байланысты? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Ботай мәдениеті қай кезеңнің тұрағы? Қазақстан жерінде бірнеше мыс тас ғасырының ескерткіштері сақталып бізге жеткен. Соның бірі Қазақстанның солтүстігіндегі энеолит мыс тас ғасырының ең ірі ескерткіштерінің бірі саналатын Ботай мәдениеті. Бұл мәдениетке жататын ескерткіштер Жайық пен Ертіс арасында көп кездеседі. Ал Есіл бойындағы Ботай қонысынан табылған ескерткіштердің тарихта алар орны ерекше. Ботай мәдениеті шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдыққа сай келеді. Ботай мәдениетін зерттеген археолог Виктор Федорович Зайберт. Археологтардың қазба жұмыстары кезінде Ботай мәдениетіндегі үйлердің орындары анықталып, пышақ, балта, тағы басқа мыстан жасалған заттар тапқан. Бір ерекшелігі, бұл қоныста жылқы сүйегі өте көп табылған. Нақтырақ айтсақ, қоныстан археологтар 70 мың жылқының сүйегін қазып алды. Бұл дәлелдер мыс тас ғасырында мал шаруашылығына, оның ішінде жылқы шаруашылығына ерекше мән берілгенін айқындайды. Ботай мәдениетінен қандай заттар табылды? Ботай мәдениетінен қалған ескерткіштер 15 гектар жерді алып жатыр. Қоныстан 158 тұрғын үйдің қалдықтары қазып алынды. Ертедегі қоныста баспаналар тығыз орналасып, бір жүйелілік сақталған. Ені 4-8 метр, ал ұзындығы 50 метрге дейін жететін параллель көшелердің екі жағында 15-16 үй салынған. Баспаналар көлемі 20 мен 70 шаршы метрге дейін болған. Күмбез төбесін бұтақтармен немесе шыммен жауып, ортасынан түтін шығатын тесік саңлау қалдырған. Баспананың ортасында шұңқыр ошақ орналастырған. Ошақ пен есіктің арасы шаруашылыққа арналған орын болса, төр ұйықтауға арналған орын болды. Қабырғаның бүйірінен азық түлік сақтау үшін шұңқыр қазған. Бұл баспаналар энеолит адамдарының қалай өмір сүргені жайында құнды мағлұмат береді. Қазба жұмысы барысында табылған тас тоқпақтар, пышақтар, қанжарлар, найза ұштары ботайлықтардың өмірінде аңшылықтың рөлі ерекше болғанын айқын көрсетеді. Еңбек құралдарының арасында мыстан жасалғаны да кездеседі. Демек ботайлықтар металл мысты алғашқы болып игерген деп айта аламыз. Тігін тігетін ине, тескіш, біздердің табылуы адамдар тері өңдеуді білгенін айғақтайды. Ши тоқу үшін сүйек ілмектерді, жіберу үшін ұршықты пайдаланды. Табылған олжалар ішінде бойтұмарлар мен әшекей бұйымдар да кездеседі. Ботай қонысында жылқы малының сүйектері өте көп табылыпты. Бұл неге байланысты? Ботай қонысынан жылқы сүйектерінің көп табылуы ғалымдарды таң қалдырды. Жұмысқа жануарлар сүйегін зерттейтін арнайы маман ғалымдар шақырылды. Ғалымдар жылқының бас сүйегін зерттеу кезінде тістерінен ауыздық іздерін анықтап, жылқыларды көлік ретінде қолданғанын дәлелдейді. Сондай-ақ, жылқыларды үй шаруасында, аң аулауда пайдаланғанын да дәлелденді. Бұл дәлелдер жылқы қолға кеш үйретілген деген пікірді толығымен жоққа шығарды. Ботай жылқысын зерттеуге солтүстік Қазақстан облысына
Новосібір, Мәскеу, Англия, Германиядан ғалымдар жиналды. Ғалымдар Ботай қонысы Еуразия даласындағы мал шаруашылығының орталығы болған деген ортақ пікірге келді. Жылқыны қолға үйрету адамзат тарихындағы аса зор жетістіктердің бірі. Осы уақыттан бастап 19 ғасырға дейін жылқы құрлық бойынша қатынайтын негізгі көлік түріне айналды. Балалар, біз бейне жазбаны көріп аяқтадық. Ал енді кішігірім конспект оқыңыздар. Балалар, кішігірім конспектті оқып аяқтасақ, тапсырма орындайық. Балалар, бірінші тапсырма. Археологиялық жәдігерлерді ажыратып, кестені толтырыңыздар. Оқушылар, міне бізге керекті сөздер берілген. Жебе, ине, садақ, тұмар, қанжар, әшекей бұйымдар, найза ұштары біз. Қолөнермен айналысты, аңшылықпен айналысты. Керекті сөздерді сіздер қолөнерге және аңшылыққа қою керексіздер. Мысалы, жебе қолөнерге жата ма, аңшылықпен айналысқанға жата ма? Ине мысалы қолөнерге жата ма, аңшылыққа жата ма? Дәл қалған осы керекті сөздерді осылайша орналастырып кестені толтырасыздар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, балалар, тест. Сіздерге мында 4 сұрақ берілген. Осы бір сұрақта бір жауабы ғана дұрыс. Мысалы, энеолит дәуіріндегі мәдениет. Бір дұрыс жауабын ғана таңдайсыздар. Дәл солай қалған сұрақтарға да бір дұрыс жауабы ғана бар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.